Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте маңызды тақырыпты қарастырамыз. Жасыл химияның 12 принципі және атмосфера, гидросфера, литосфераның ластануы. Жасыл химия дегеніміз не? Жасыл химия бұл қоршаған ортаға зиян келтірмейтін, қауіпсіз және тиімді химиялық процестерді дамытуға бағытталған ғылым саласы. Жасыл химияның 12 принципі: бірінші, қалдықтардың түзілуін болдырмау; екінші, атомдық тиімділік, барлық заттарды толық пайдалану; үшінші, уыттылығы төмен заттарды қолдану; төртінші, қауіпсіз өнімдер жасау; бесінші, қауіпсіз еріткіштер мен жағдайларды пайдалану; алтыншы, энергияны үнемдеу; жетінші, қалпына келетін шикізатты пайдалану; сегізінші, артық туындыларды болдырмау; тоғызыншы, катализаторларды қолдану; оныншы, биологиялық ыдырайтын өнімдер жасау; 11-ші, ластануды алдын ала бақылау; 12-ші, қауіпсіз технологияларды қолдану. Бұл принциптердің басты мақсаты табиғатты қорғау және адам денсаулығын сақтау. Атмосфераның ластануы. Атмосфера бұл біздің тыныс алатын ауамыз. Оның ластануы көбінесе өнеркәсіп пен көліктен болады. Мысалы, көмір жанғанда, көмір плюс оттек әрекеттесіп, көмір қышқыл газы түзіледі. Егер оттек жетіспесе, көмір толық жанбай, көміртек моноксиді, улы газ түзіледі. Бұл газдар парниктік әсер туғызып, жаһандық жылынуға әкеледі. Гидросфераның ластануы. Гидросфера барлық су ресурстары, өзен, көл, теңіз. Мысалы, мұнай төгілгенде, мұнай су бетінде қабат түзеді, оттек суға өтпей қалады. Химиялық тыңайтқыштар суда, азот пен фосфор қосылыстары балдырлардың шамадан тыс көбеюіне әкеледі. Бұл құбылыс эвтрофикация, ол су жануарларының қырылуына себеп болады. Литосфераның ластануы. Литосфера жердің қатты қабаты, тұрақ. Пластик қалдықтары. Пластик өте баяу ыдырайды, кейде жүздеген жыл сақталады. Пестицидтер мен ауыр металдар топыраққа сіңіп, өсімдіктер арқылы адам ағзасына өтеді. Жасыл химия бұл мәселені қалай шешеді? Қалдықсыз технологиялар жасау, қайта өңделетін материалдарды қолдану, биологиялық ыдырайтын пластик өндіру, энергияны аз жұмсайтын реакциялар қолдану. Мысалы, этилен мен полиэтилен алу кезінде катализатор қолдану арқылы энергияны үнемдеуге болады. Жасыл химия бұл болашақтың ғылымы. Ол бізге табиғатты сақтап, қауіпсіз технологиялар жасауға мүмкіндік береді. Егер біз жасыл химия принциптерін ұстансақ, онда таза ауа, таза су және құнарлы жерді болашақ ұрпаққа сақтай аламыз.